Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгін сіздермен өтетін сабағымыздың тақырыбы адам құқығы мемлекеттің басты қуаты деп аталады. Бүгінгі сабақта мәтінде көтерілген мәселеге оқырманның қарым-қатынасын анықтауға арналған талқылау сұрақтарын құрастыру. Салалас құрмалас сөйлемнің мағыналық түрлерін ажырата білу. Сіздердің меңгеретіндеріңіз мәтінде көтерілген мәселе негізінде талқылау сұрақтарын құрастыруды, қарсылықты салалас сөйлем, оның жасалу жолдарын меңгересіздер. Оқушылар, сабағымызға ой түрткі жасау барысында ұсынылған сұрақтар аясында бірге ойланып көрейік. Адам құқығы мен бостандығы туралы қандай мемлекеттік құжаттарда айтылған? Адамның құқығы мен бостандығына не кепілдік береді деп ойлайсыздар? Адам өз құқығын қорғау үшін нені білуі керек? Оқушылар, бұл сұрақтардың жауабын білу үшін мына мәтінге назар аударуларыңызды сұраймын. Біздің елімізде адам құқықтары ата заңымыз Қазақстан Республикасының Конституциясында көрініс тапқан. Ол 9 бөлім 98 баптан тұрады. Оның екінші бөлімінің 30 бабы түгелімен құқыққа арналған. 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Конституция жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін реттеуде ірі қадамдардың бірі болды. Қазақстан Республикасының Конституциясы ең жоғары құндылық ретінде адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары деп бекітті. Бұл қағида демократиялық мемлекеттің қызметі мен оның халықаралық құқықтық міндеті. Конституцияда бекітілген жеке тұлғаның құқығы, оны жүзеге асыру мен қорғаудың тиімді тетігін құруды болжайды. Жалпы адам құқығын қорғап, бостандығын ардақтау, азаматтардың лайықты өмір сүріп, бай тұрмыс кешуіне ахуал қалыптастыру әлемдік қауымдастықтың көшін ұластырған Қазақстанның алдына қойған асыл мұраты. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың ой қазына айдарында салалас құрмалас сөйлемнің түрі қарсылықты салалас туралы ұғым қалыптастырамыз. Құрамындағы жай сөйлемдердің біріндегі іс оқиға, екіншісіндегі іс оқиғаға қарама-қарсы мәнде жұмсалатын салаластың түрін қарсылықты салалас дейміз. Ән басылып қалды, бірақ гитара сазы тоқталған жоқты. Ағаңның да сенің алдыңнан шықпақ ойы бар еді, жұмыстан қолы тимеді. Оқушылар, алғашқы салаластың бірінші сөйлемінде әннің басылып қалғаны туралы ой айтылса, екінші жай сөйлемінде гитара сазының тоқталмағандығы жайында ой айтылып, бір-біріне қарама-қарсы қатынаста тұр. Екінші салаластың құрамындағы жай сөйлемдер қарама-қарсы мәнде айтылған. Бірінші жай сөйлемде істің жүзеге асуы туралы ой айтылса, екінші жай сөйлемде оның орындалмай қалғандығы баяндалады. Салаласа байланысқан жай сөйлемдердің баяндауыштары тиянақты тұлғада келіп, өзара іргелестіру арқылы да, бірақ, алайда, дегенмен, сонда да, әйтсе де деген жалғаулық шылаулар арқылы да байланысады. Мысалы, жүзінде қайғы да жоқ, қасірет те жоқ, қорқыныш қана бар. Бас болмақ оңай, бірақ бастамақ қиын. Жалғаулықсыз қарсылықты салалас сөйлемнің баяндауыштары көбінесе антоним сөздерден және болымды, болымсыз формадағы сөздерден жасалады. Кестеге назар аударып көрейік. Оқушылар, берілген сөйлемдердегі көп нүктенің орнына бірақ, алайда, дегенмен, әйтсе де, сонда да жалғаулық шылауларын қойып, тыныс белгісін ескеріңіздер. Тәуелсіздікке қол жеткізу қиын, оны сақтап қалу одан да қиын. Айжан өз құқығын жете біліп тұрды, оны дәлелдей алмады. Азат ештеңе білгісі келмеді. Анасы әлденені сезгендей болды.
Талғат осы жасқа дейін көп қиыншылық көрді. Ол мойымады. Оқушылар, тәжірибелік тапсырмамызды бірге тексеріп көрейік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.